Жер ана телеарнасының көрермендері, назарларыңызда шынайы сұхбат бағдарламасы. Бүгін бізде алғашқы шығарылымның алғашқы қонағы. Жайлы әңгіме өріп өтіп жатыр. Мұндағы тәрбие қалай? Құрметті Жер ана телеарнасының көрермендері, назарларыңызда шынайы сұхбат бағдарламасы. Бүгін бізде алғашқы шығарылымның алғашқы қонағы Павлодар облысының басты ертіс телеарнасының үздік жүргізушілерінің бірі, өзі ерте оянып, павлодарлықтарды оятып жүрген, бағдарламасымен барша көрермендеріне көңіл күй сыйлап жүрген ертіс тану бағдарламасының тележүргізушісі Бақнұр Бейсенбайқызы. Қош келдіңіз. Көңіліңіз қалай? Рахмет. Сізді көргеніме өте қуаныштымын. Бақнұр ханым, біздің бағдарламаның басқа бағдарламалардан бір ерекшелігі келген қонағымызды әуелі уәде алып аламыз. Себебі біздің бағдарламаның атауы шынайы сұхбат, барлығы шынайы болу үшін. Сіз маған уәде беріңізші, барлық сұрақтарыңызға бүкпесіз шынайы жауап беремін деп. Ал, көрейік. Ең бастысы еді қандай сұрақтар сол кішкене қызық болды. Рахмет. Жалпы басты уәдеңізді алып алдық. Уәде Құдай сөзді бекер айтылмаған. Ендеше біз бағдарламамызды бастаймыз. Осы журналистер кез келген белгілі тұлғамен сұхбаттасып қалса, әуелі жеке өміріне тоқталады. Себебі халыққа оның жеке өмірі қызықты. Жалпы Бақнұр деген кім? Өзің жайлы айтып өтіңізші. Бақнұр деген деп жатырсыз. Бақнұр деген Арман Асқар. Қашанда бейбелестер. Бағандыр кісілердің жанымды. 1996 жылы Ақсу ауданында дүниеге келген. Сол дүниеге келгеннен кейін жаңағы ата-анасының айтуына қарағанда, белсенді қашанда бір көңілді жүрген заманында болған кезде, одан кейін мектеп табалдырығын кейін жаңағы мектеп ішіндегі бір шығармашылық сайыстарға қашанда көш басында болды. Осы шығармашылық салаға толыққанды беріле бастадым. Ең бірінші қателеспесем бір 6-7 сынып кезінде облыстық Сарыарқа деген газет бар. Сол газетте өзімнің шығармаларымның мақалаларын жазып отырып, сол журналистика саласына толыққанды беріп тұрдым. Яғни сол кезден бастап осы журналистика саласы менің бір екінші жан серігіме айналған секілді. Яғни мектеп кезіндегі журналистикаға қызығушылығым, арманым осы адаспай бүгінгі таңда шүкір сонымен жұмысымды өзімнің тауып жүрмін. Жалпы Бақнұр деген есімді қойды, қандай мақсатта болып екенін білесіз? Әй, болашақ жар, аяулы ана. Бақыттың кілтін сұрасаң, құлақ сал. Күйеуіңнің көзінше үнемі әсем кейін. Ол үшін ғана хош естенуді әдетке айналдыр. Әрдайым күйеуіңнің сүйікті тамағын дайындауға тырыс. Оның ұйықтайтын уақыты мен тамақ ішетін уақытына сақ бол.
Оның кемшіліктерін басқа ортада жасыр. Ол үйге қуанып келсе, қамығып қарсы алма. Ал қамығып келсе, қабағы ашылғанша қарайлап сөйлес. Қанша дүние тауып келсе де, шүкіршілік етуші бол. Босағаның беріктігі қанағаттан бастау болады. Үйден шықсаң, оның рұқсатын ал, немесе оған ескер. Сенің сұлулығыңды көруге ең лайықты адам күйеуің болғандықтан, көшеде ашық киінуден өзіңді тый. Күйеуіңді разы ететін амал саған құлшылық болып жазылатынын естен шығарма. Ол сені шақырса, қазанның басында тұрсаң да бас тартпауың керек. Ол үйде жоқ кезде дүние мүлкіне аманат деп қара. Үйге қонақ шақыратын болсаң, еріңмен кеңес. Күйеуін орынсыз ренжіткен әйел, оны разы етпейінше, Алла ол әйелден разы болмайды. Араларыңдағы сырды сақта. Әр алыптың артында әйел тұрады деген бабалар. Ол бар тапқаным бала шағама бұйырса деп жүргенін ұмытпа. Балаларыңның көзінше әкесін құрметтеп, өзі жоқта тек жақсы қасиеттерін айт. Күйеуін тыңдатқысы келген әйел, оның айтқанын істесін деген. Мен ешқашан сенен жақсын көрген емеспін деп айтушы болма. Еркек үйіне асықса, әйелінің жақсы адам екенін білеміз. Ерінің қабағына қараған әйел Алланың назарына ілінеді. Аллах елшісі оған Аллахтың игілігімен сәлем болсын. Егер әйел 5 уақыт намазын оқса, Рамазандағы оразасын ұстап, намысын қорғап, күйеуіне бағынатын болса, жәннатқа қалаған есігінен кіреді деп айтты. Бақытнұр деген есімімді атам мен әжем қойған. Анам мен әкем екеуі негізі мархабат деген есімді қойған. Қойғысы келген екен, бірақ үлкендердің түсініспеушілігіне байланысты махаббатпен бір ұштасып кетеді деген тілекпен Бақытнұр деген жөн болсын деп қойған екен. Сондықтан Бақытнұр жанына әрқашанда бақытнұрын шашып жүрсін деген мағынаны қойған. Жалпы, балалық дәулет, мал дәулет, уайымсыз жеткен дәулет. Балалық кезіңізде қалай болды? Балалық кезіңізде? Енді бала кездегі ең бір тәтті есте қалатын естеліктердің бірі деп айтуға болады. Сол балалық шаққа саяхатқа жасағымыз келіп тұрады. Оған дәлел біздің кішкентай кезіміздің көзін көрген ата-әжелеріміз, ата-аналарымыз қашанда айтып отырады. Ал негізі балалық шаққа келетін болсақ, бұл бір ешқандай уайым қайғысыз, барлығы бір керемет көрінетіндей кездердің бірі. Қазір енді әрине сағынамыз балалық шағымызды. Бірақ бір естен кетпес дүниелер біздің балалық шағымызда басымыздан өтті. Енді қызықты оқиғаларыңыз болса айта жүрсіз. Қызықты оқиғалар. Енді балалық шақтағы бір қызықты оқиғалар өте көп. Солардың бірі бір жүрегіме жылу сыйлаған, жаныма жақын деп айтуға болады. Ол алғашқы журналистика саласына кіргендегі мақаламның газет бетінде жарық болуы. Яғни ол кезде енді қазіргідей интернет дамымаған заман, ата-ана мектепте жұмыс жасағандықтан мен газеттер алып отыратын. Бірден ата-анамның газетін алуға поштаға барып, газетті алып, қарап отырсам ішінде бір айналайын қосымша бар. Сол қосымшаға үнемі ақтар болып отырамын. Бірде қарап отырсам өзімнің бір шағын өлең шыққан екен. Көріп, жүрегім көпке білетер жеткен. Жалпы, сіз сабырлысыз ба? Сабырлымын деп айта алмаймын, ол сабырсыздаумын кішкене, бірақ өзіме деген сенімділігім қашанда сабырлы болды. Рахмет. Халықтың ғана сөзінде естімеуі болғанша жүздесін болған. Жалпы достарым қанша деп ойлайсыз? Санап көрдіңіз бе? Енді мынау журналистика саласында жүргендіктен өте көп. Осы салаға келгендері жаныма жақын аға-әпкелерім де, іні бауырларым өте көп. Қуанамын, Аллаға шүкір, барлығы бір өзіндік қашан
қашанда ақыл кеңестерін айтып, немесе білгендерін сұрап тұрады. Сондықтан достарымды қашанда сыйлаймын, бағалаймын. Достарым көп, бірақ оның ішінде досы көп болғанымен, яғни достың да бір өзіндік ерекшеліктері болу керек дейді. Ең басты достарым адал, мен де оларға адалмын деп айтуға болады. Жалпы дос деп қалдық. Сіздің түйсігіңіздегі достық терминіне қандай анықтама береді? Достық сөзіне келетін болсақ, ол қашанда қуанышымызда, қайғымызда бөлісетін жан болу керек. Құдайға шүкір, бүгінгі таңда осындай бір жандар бар, жанымда қашанда қуансам қуанышыма, қайғырсам жаңағы қайғыма ортақтасып жүрген жандар көп. Сондықтан достарымды қашанда сыйлап, бағалаймын. Адамның өмірінде бір сәт бар. Азығымен шыжығына толы. Ол сәт ешқашан естен кетпейді. Студенттік шақ. Менің пайымдап отқаным, жалпы барлығы студенттік шақта қалай болды, қайғы болуын біледі. Бақытты балалармен студенттік шақ сізге несімен есіңізде қалды? Қызықты шақтар болса. Студенттік шақ адамның жүрек түкпірінде сақталатын бір ерекше кезеңдердің бірі деп айтуға болады. Әрбір адамның өзіндік қызықты сәттері болады. Бізде де көп болды, енді қайсы біріне тоқталайыншы. Есімен түсіре алмай отырмын. Жалпы енді оқу барысында әртүрлі кезеңдерге тоқталдық, қиындықта көрдік, қызықты сәттерді көрдік. Жалпы қызығы мен шыжығы таусылмайтын кезеңнің бірі деп айтуға болады. Енді ең қызығы біздің мұғалімнің көзінше сабақтан оқудан қашқанымыз қызық. Топ бойынша. Өмірде екі нәрседен қателеспеу керек. Оның бірі мамандық. Сіз мамандықта қателесің деп ойлайсыз ба? Жоқ, ойламаймын. Аллаға шүкір, ең бастысы сол ғой, жаңағы жарты ұмыттан қателеспеу керек, мамандықтан қателеспеу керек деп жатады. Аллаға шүкір, мамандықтан қателескен жоқпын. Өзімнің бала кездегі арманыма қол жеткіздім деп айта аламын. Облыстық телеарнаға жұмысқа шақырғанда тіптен қуанышты болдым. Бұған дейін Ербис телеарнасында журналист болып қызмет атқарғанмын. Одан кейін жаңағы облыстық телеарнадан ұсыныс түскендіктен бірден қабыл алып, осы телеарнаға жұмысқа келдім. Енді алдағы уақытта жұмысымды жалғастырамын деген ойдамын. Енді әрбір адам өз орнында тұрып қалу керек, өсу керек, жетілу керек, даму керек. Сондықтан алдағы жоспарларымыз енді болашақтың басшысы. Жалпы бұл мамандық сізге несімен орайды? Енді біздің бала кезімізде осындай бір телефондар, гаджеттер болған жоқ. Тек қана теледидарды көріп жүрдік, өстік. Барлық бағдарламаларды қалт жібермей, уақытында көріп, күтіп отыратынбыз. Сол телеарнадағы қызмет атқарған журналистерге қарап, өзімнің бір қызығушылығым арта түсті. Жалпы газет журналистикасына қызығушылығым болды басында. Одан кейін осы газетте жұмыс істеп жүргеннен кейін жаңағы телеарнаға неге ауыспасқа, неге көрмеске деген ой келді. Одан кейін телеарнаға келіп тұрғаннан кейін мүлдем қызық, басқа әлем болып шықты. Мүмкін деймін, бұл менің мектеп. Қарап отырсақ, біршама дүниелерді жасаңыз, біршама дүниелер істеген екенсіз. Жалпы сіз мамандықтың шыңын жеттім деп ойлайсыз ба? Жоқ, олай айта алмаймын. Себебі әркімнің өзіндік биігі бар. Менің биігім бұл бүгінгі таңда жаңағы тікелей эфирде бағдарлама тізгіндеуі. Бұл да бір үлкен жауапкершілік деп айтуға болады. Алдағы уақытта енді әлі жаспын, мүмкін бір 50-ге тақаған кезде бұйырса айтармын өз биігім деп. Ал әзірге олай айтуға толық мүмкіндік жоқ. Ертіс деген шаңыраққа келдіңіз. Мен білуімше, көпшілік сізді ертіс таңының журналисті деп таниды. Ертіс таңы бағдарламасынан бөлек қандай дүние жасадыңыз? Жалпы енді журналист болғандықтан жан-жақты болу керек. Ол тек бағдарламалар бөлімінде ғана емес, жаңалықтар бөлімінде де жұмыс атқарып келемін. Бүгінгі таңда бос уақытым болса, яғни съемкаларға барып жаңалықтар қызметіне көмектесемін. Ал ертіс таңы бағдарламасында тек қана тікелей эфирде жүргізу ғана емес, ол бағдарламаға біз арнайы айдарлар дайындаймыз. Яғни сіз білесіз бе, айдар қызықты деректер, павлодардың көрікті жерлері, Абай әлемі, Әл-Фарабиға мысалы 1100 жыл, жалпы Павлодар қаласында болып жатқан бір жаңалық жаршысы ретінде біздің бағдарлама әртүрлі айдарларды жасайды. Біз яғни съемкаға барамыз, түсіреміз, одан кейін оны жаңағы режиссеріміз монтаждайды, эфирге ұсынады. Демек, бізде жан-жақтымыз. Бағдарламалар бөлімінде де жүреміз, жаңалықтар бөлімінде де жүреміз. Демек, жалпы журналистиканың бір қайнап жатқан қызу ошағы деп Алғаш келген Бақнұр мен қазіргі Бақнұрды салыстыра аласыз ба? Қаншалықты айырмашылық бар деп ойлайсыз? Әрбір жұмыс өзіндік жаңағы тәжірибемен нәтижемен келетін дүние деп айтуға болады.
бұған дейін әрине кішкене тәжірибем аз болды, білімім сәл аздау болды. Қазіргі таңда енді журналистика саласына келгендіктен мектеп деп айтып отырмын, яғни мектеп болғандықтан біз күнде бір дүние үйренеміз, күнде бір жаңа қырмыздан ашылады. Бұл бір үлкен мектеп, сондықтан күн сайын бізде жаңа дүниелер, жаңа ұғым пайда болады. Сіз егер журналист болмағанда кім болар едіңіз? Бұл журналистика саласына келмегенде мен мұғалім болар едім. Сіздің инстаграм парақшаңызды қарап шықтым. Жалпы Бақыт Нұр ТВ парақшасына өзіңіз оқырсыз ба? Енді инстаграм парақшамда әрбір адамның өзінің жеке парақшасы бар. Бүгінгі таңда бұл бір ақпарат көзі деп айтуға болады. Енді қазіргі таңда жастардың көпшілігі әлеуметтік желіде қолданады. Соның бірі инстаграм бүгінгі таңда көпшіліктің бір сұранысына ие, қызығушылығына ие ақпарат көзі деп айтуға болады. Әлеуметтік желілерде үнемі отырамын, бірақ енді уақытты бір өз уақытымен пайдалану керек сияқты, яғни көп уақытымды жұмсауға тырыспаймын. Сондықтан бұл әлеуметтік желі жаңалық шаршысы деп айтуға болады. Инстаграм парақшаңызға сүйенсем, журналистикадан бөлек тағы бір қырмыз байқадым. Әнге мәтін жазу. Қазіргі таңда қанша әншінің репертуарында сөздеріңіз бар? Былтырғы жылы елімізге танымал әнші Мөлдір Әуелбекованың Арман Алдамай атты тамаша әніне мәтін жаздым. Ол да бір қызықты жағдай болып айтуға болады. Яғни әннің музыкасын жазған жігіт сазгер маған хабарласып, осындай өзіне бір ән бар еді, жазып көрсең қалай болады деп ұсыныс білдірді. Бірден алып жаңағы әнге мәтінді жаздық. Ол Мөлдір ханымның шықты, хабарласып, кейбір тұстарын өзгертуге қалады. Бірақ бірден айтқаннан кейін жаңағы келісіп, ол кісінің айтуы бойынша сол кісінің тағдырына байланысты жазып бердім. Баршаның көңілінен шықты, хиттерін айтып бердім. Халық сізді журналист деп таниды. Менің өзім парақшаңызға қарап, шығармашылыққа жақын екеніңізді байқадым. Жалпы Бақыт Нұр Бейсенбайқызының одан бөлек қандай қырлары бар, қандай хоббиларыңыз бар? Енді әрбір адамның өзіне жанына жақын хоббиі болады. Жаңағы жұмыстан бөлек ең басты өлең жазамын. Сондай-ақ ас үйден шықпаймын деп айтуға болады. Яғни әртүрлі тағам түрлерін дайындағанда жақсы көремін. Сонымен қатар сурет салатында бар. Бұл бір күнде деп айтпай-ақ қояйын, яғни шабыттың деңгейіне байланысты суреттер салу. Сіз егер журналист емес, эколог болған жағдайда қандай жұмыстарды атқарар едіңіз? Жалпы экология саласын терең ойланып көрдіңіз бе? Жұмада әртүрлі тақырыптарды қозғаймыз. Соның ішінде экология, яғни жасыл экология деп жатамыз. Жалпы біздің өңірде жасыл ел жастар ғана деген ұйым бар. Бұл қашанда осындай біздің өңірде жалпы даланы көріктендіруге өзінің үлестерін қосып жүреді. Бізде бұлардың қатарына мен де қосыламын. Бір жылда бірнеше рет барып, жастармен бірлесіп әріптестер деп айтуға болады. Барлығымыз бірігіп, ағаштар отырғызамыз, гүлдер отырғызамыз. Жалпы жасыл экологияны дамытуға өздік секторында барынша Рахмет. Теледидар саласына тоқталсақ, сіз жалпы теледидар жиі қарайсыз ба? Ертіс телеарнасынан бөлек. Қазіргі таңда қандай бағдарламаларды, қандай дүниелерді жақсы қарайсыз? Қазіргі телевидение саласына, журналистерге, журналистика саласына көңіліңіз болады ма? Рахмет сауалыңызға. Жалпы ертіс телеарнасы ұлттық арнаның павлодар облыстық филиалы болып табылады. Яғни ертіс телеарнасынан бөлек біз міндетті түрде ұлттық арнаны тамашалаймыз, көреміз. Ол біздің қазақ еліндегі бір ерекше телеарнаның бірі деп айтуға болады, ең бастысы деп айтуға болады. Осы ретте енді әртүрлі бағдарламалар бар. Соның ішінде оның жиі қарайтыны әрине біздің журналист қоғамда жаңалықтарды іздей береміз. Одан кейін көптеген бағдарламалар бар. Соның ішінде мәселе денсаулық бағдарламалары, көпшіліктің көңіліне шығып жүрген бағдарлама деп айтуға болады. Сондықтан үнемі қаралаппыз. Тележүргізушілер бүгінгі таңда көп. Менің жаныма жақындардың бірі Гүлнәзір Ембей, баршамыз білеміз, менің жаныма келеді.
шынасы бұл бір үлкен мектеп деп айтуға болады, себебі бұл жерде қиындықтар жинаған, яғни өз ісінің білікті мамандары, ата-апаларымыз яғни көп жыл еткен нағыз бір дарындылар деп айтуға болады. Әрі біздің әрбір күніміз мектеп, әрбір күніміз сабақ, сондықтан үйренеріміз де, үйренгеніміз де көп. Ұжымдағы тәрбие қалай? Әрбір ұлтта, әрбір жұмыс жері бір тәрбие көзі деп айтуға болады. Біздің гигиенаның тәрбиесі ерекше, себебі ол жерде нағыз бір жұмысқа деген талап болады, ең басында. Сол талапты орындай білсеңіз, ол сіздің бір тәрбиеңізге, сіздің жұмысыңызға деген махаббатыңыздың барын көрсетеді. Мен жаңа журналистиканы қозғап отырып, экология саласына бұрып жібердім. Сізде де жалпы істеп жатқан дүниеңізде осындай бұрмалаушылық көп болады ма? Енді журналистика саласында жүргендіктен қиындығы мен қызығы қатар жүрген сала. Әрине қателесетінішler өте көп болады. Әсіресе тікелей эфир барысында алғашқы жылдары, алғашқы кездерде бір сөзден қателесіп қалу, не болмаса тұрып қалу, сөзді ұмытып қалу деген қолайсыз, келеңсіз сәттер көп болады. Енді қазіргі кезде барлығы ақырындап түзеліп келеді, яғни барлығы жаңағы жұмыс барысына байланысты деп айтуға болады. Сондықтан қиынды, қызықты өте көп болады. Бақытнұр ханым, сіздің жеке өміріңізге тоқталсақ, отбасы құруға дайынсыз ба? Жеке өмір туралы сұрап жатырсыз. Енді әр адамның өзіндік жеке өмірі құпия болып қалу керек деп айтып жатады. Бірақ алдағы уақытта енді бұйырып жатса, өз орнын табады деп ойлаймын. Бақытнұр ханым, кез келген адамның өмірлік ұстанымы бар. Сіздің өмірлік ұстанымыңыз қандай? Ең басты өмірлік ұстанымым біреудің ала жігін аттамау, яғни біреуді алдамау, арбамау, тек қана адалдық жолында жүруге тырысамын, барынша қолдан келгенше. Ал ұстанымға келетін болсақ, тек қана алға, яғни осы ұстаныммен менде біраз мектеп бағындырып келем, әлі де бағындырып асуым көп келем. Менің сізге даярлап келген бір ойым бар еді, ақылмен шешетін, рұқсат болса соны жасақ. Бұл ойынның аталуы болашақ журналистерге айтатын ақыл деп аталады. Сіз қазір мұнда есіміңізді фонетикалық талдау сияқты қылып, әріппен тізесіздер, 3 тапсырманы орындайсыз. Алғашқы 2 тапсырма былай. Журналистердің ойынан табылу керек қасиетті жазасыз, әріптерге байланысты. Екіншісі, журналистердің ойынан табылу керек емес қасиетті жазасыз. Үшінші тапсырмаңыз жалпы осыған байланысты әңгіме алдайсыз. Мен болашақ журналистерге айтарым, осындай болу керек. Себебін айтасыз. Осындай болмау керек. Қоймайсың, неге сонша ойнайсың? Қоймайсың, сен өзелге тоймайсың. Ең бастысы жас журналистерге айтар кеңесім естіп жатырсыз. Енді ақылмен есетатындай жасқа келген жоқпын, бірақ өз дегенмен дұрысыйым. Ең бастысы журналистер табанды болу керек, яғни жан-жақты берілген істі бір нақты түрде орындау керек. Енді табандыға қарама-қарсы қойып, төзімсіз болмау керек деп жаздым. Яғни жалпы журналистика саласы қиындығы мен қызығын болып қалатын жатырмын. Сондықтан бір адамның шаршайтын не болмаса бір төзімсіз жайттары орын алып тұрады. Сондықтан бұл орындарды, бұл олқылықтарды болдырмау үшін ең бастысы табанды болу керек және төзімді. Бақытнұр ханым, бүгінгі бағдарламадағы жалпы сұрақтар сізге ұнады ма? Сұрақтардың да бір сан түрі болды, рәсімін күтте алдық. Жалпы енді сұрақтар бір қиын болды деп айта алмаймын. Осымен біздің бағдарламамыз аяқталды. Бақытнұр ханым, келгеніңізге көп рахмет. Артық кеткен сұрақтар болса кешірім сұраймын. Жалпы біздің бағдарламаға айтар сұрау сөзіңіз. Рахмет сіздерге шақырғаныңызға. Жалпы тілек туасыз. Ең бастысы биік белестерді бағындыра беріңіздер. Осындай алла расулардың басқарауы болсын. Ең бастысы арманға деген жолыңыз қашанда нақты болсын. Яғни табандылық танытсаңыз, нағыз үлкен айқын мақсатқа арманға жетуіңізге болады. Көрермендер, біздің бағдарлама осымен тәмам. Келесі шынайы сұхбатта жүздескенше. Сен ойласаң, төзім таусылып,
жүрегімде мұң, көңілімде мұң. Есімде бақытты күндерім, сағынарымсың, жалын әнімсің. Жас жүрегім сені іздейді, ойладым сені. Қос жанарым көз ілмейді, қинадың мені. Неге кеттің жыраққа, неге? Арман, 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 арман алдамайды. Бір өткізген күндеріміз жаңа жайлы. Алдам махаббаттың сезім жан сарайы. Сезім сыйқар еске түсіріп, бақыт кемесін, уақыт білесің. Көз алдымда нұрлы бір елесің. Сенсіз күй кештім, көзсіз тілдестім. Бұйырмаған бақыт дедің, жаныма жақын. Құстардай бір жеткізердей сағыныш хатын. Үміт үзе алмадым, неге? Арман, 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 арман алдамайды. Бір өткізген күндеріміз жаңа жайлы. Адам махаббаттың сезім жан сарайы. Arman, arman, arman aldamайды. Bir өткізген күндеріміз жаңа жайлы. Адам махаббаттың сезім жан сарайы. Сен ойласаң, төзім таусылды.